Ассаламу алейкум. Дөңгелек формалы сөмке тоқимыз. Ол үшін бізге номер 6 темір ілгек, 2 фурнитура темір, 1 метр темір бау, және де қайшы, 1 моток трикотаж жібі қажет. Сонымен қатар кестішкаға арналған осындай фурнитура алуды ұмытпаңыздар. Сөмкеміздің алғашқы жарты бөлігін тоқимыз. Ал бисмиллах, менімен бірге әрбір әрекетімді мұқият қайталаңыздар. Ең алдымен негізгі жіпті қолымыздан айналдыра іліп аламыз. Екінші қайтара айналдырамыз да, сол екінші қайтара айналдырған жібімізді ілгекке іліп алып, негізгі қатарды қалыптастыратын боламыз. Негізгі қатарды іліп алдық. Осы пайда болған дөңгелектің ортасынан ілгекті кіргізе отырып, 6 галочка жасайтын боламыз. Біріншісі, екіншісі, үшіншісі, төртіншісі, бесіншісі, соңғы 6-шысы. 6 галочка жасап болғаннан кейін санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Және де ілгекті шығарып, ең қысқа жіпті тартатын боламыз. Бұл бізде дөңгелек форманың ең алғашқы қатары. Осы қатарды енді бір-бірімен қалай біріктіреміз? Мұқият қараймыз. Бастапқы қатардың үстіңгі 2 жібін ілгектен өткіземіз. Және де аяқтаушы қатардың жібін осы ілгекке іліп ала отырып, шығаратын боламыз. Осы шығарылған жібімізді шығарылған бағытта айналдыра келіп, арттағы қысқа жіпті шығарамыз, және де негізгі жіптен тартамыз. Осылайша біз қатарды біріктірдік. Қатты тартып қажет емес, сәл бостау болса, галочкаларыңыз сүйкімді көрінетін болады. Енді екінші қатарды бастап тоқитын боламыз. Ол үшін жоғарыдан санаған кезде бір-біріне біріккен 2 жіптің ортасындағы галочкаға ілгекті кіргіземіз ортасынан. Және артынан қарағанда әрбір түйіннің ортасынан шығатындай етеміз. Әрбір түйіннің ортасынан шығарып, әдемі галочкалар жасаймыз. Осы шығарылған бөліктен 2 қайтара іліп алатын боламыз. Дәл осылай, осы қатардың соңына дейін әрбір галочкадан 2 галочка шығару арқылы тоқимыз. Осымен екінші қатарымыздың соңына да келіп жеттік. Дәл бірінші қатардағыдай етіп біріктіретін боламыз. Ол үшін ең алдымен соңғы 2 галочканы шығарып аламыз. Сәл қиынырақ болады, дегенмен бұл бастапқы кезде ғана. Бірінші галочка, екінші галочка. Үлкен етіп жіпті шығарып алуды міндетті түрде ұмытпаңыздар. Үстіңгі қатардағы 2 жіптен ілгекті өткізе отырып, аяқтаушы қатардағы жіпті шығарып аламыз. Дәл сол шығарылған бағытта қайта айналдырып, қысқа жіпті шығарамыз да негізгі жіптен тартамыз. Әрбір қатарды осылай бір-біріне біріктіретін боласыздар. Тоқу процесі барысында орталықта осындай тесік пайда болады. Оны артқы жіпті тарта отырып кішірейтсеңіздер болады. Әрбір қатарды тоқу барысында ол үлкейе беретін болады, қозғалысқа ұшырағандықтан, сондықтан артқы жіптен тартып кішірейтесіздер. Енді үшінші қатарды бастаймыз. Ол үшін негізгі жіптің шыққан бөлігінен кейінгі 2 қосылған аралықтағы галочкадан ілгекті кіргіземіз.
және артқы түйіннің екі жібінің арасынан шығарамыз да бір галочка жасаймыз. Келесі қатардағы галочкамыз екеу болады. Яғни 1, 2, 1, 2 деп қайталау арқылы біз дөңгелегіміздің формасын үлкейтетін боламыз. Бірінші галочка бізде бұл. Енді дәл осы жерден екінші галочканы шығарамыз. Келесі галочка біреу болады. Мұқият болыңыздар. Келесі галочка екеу болады. Бір, екі. Дәл осылай барлығын 1, 2, 1, 2 деп жалғастырасыздар. Ал енді төртінші қатарды қалыптастыратын боламыз. Ол үшін әрбір екі еселенген галочкадан бір галочкадан шығарамыз да, сол галочкадан кейінгі бір галочканы екі еселейтін боламыз. 1, 2. Мінекей, мұқият қараңыздар, түсіндіріп өтейін. Әрбір екі еселенген галочкадан кейінгі галочканы екі еселейміз. Әрбір екі еселенген галочкадан кейінгі галочканы екі еселейміз. 1, 2, 1, 2. Дәл осы жерден екінші галочка. Шатаспаңыздар. Жеке-жеке 1, 2. Бірге 1, 2. Бірінші галочка. Екінші галочка жеке-жеке. Ал енді келесі галочканы бір жерден екеу шығарамыз. 1, 2. Жеке 1. Жеке 2. Бірге 1, 2. Бұл процесс тоқудың соңғы бөлігіне дейін жалғасатын болады. Сондықтан шатаспай мұқият болыңыздар. Дәл осылай төртінші қатарды аяқтайтын боламыз. Жеке-жеке 1, 2, бірге 1, 2.
Төртінші қатарымыздың соңғы екі галочкасын қалыптастырып біріктіреміз. Бесінші қатарға да келіп жеттік. Ол үшін төртінші қатардағыдай әрбір екі еселенген галочкадан кейінгі галочканы екі еселейміз. Әрбір екі еселенген галочкадан кейінгі галочканы екі еселейміз. Әрбір қатарды осылай жасайтын боламыз. 1 2 3 bir галочкадан екі галочка. 1 2 жеке-жеке 1 2 3 бірге 1 2 дәл осылай 5-ші қатардың соңына барамыз. Бесінші қатардың соңғы екі галочкасын қалыптастырып, қатарды біріктіреміз. Алтыншы қатарда да дәл солай екі галочкадан кейінгі галочканы екі еселеу арқылы қатарымызды үлкейтіп аяқтайтын боламыз. Мұқият болыңыздар. Әрбір екі галочкадан кейінгі галочканы екі еселейміз. Алтыншы қатарымыздың соңғы екі галочкасын қалыптастырып, қатарды аяқтаймыз. Жетінші қатарды да дәл осылай әрбір екі галочкадан кейінгі галочканы екі еселеу арқылы қалыптастырамыз. Жетінші қатарымыздың соңғы екі галочкасын қалыптастырып, қатарды бір-бірімен байланыстырамыз. Дәл осылай 8-ші қатарда да тоқитын боламыз. Мінекей 8-ші қатарға да келіп жеттік. Әрбір екі галочкадан кейінгі галочканы екі еселеу арқылы 8-ші қатарымызды аяқтаймыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, бір, екі. Осылай санасаңыздар болады.
8-ші қатарымыздың соңғы 2 галочкасын шығарып, қатарды бір-біріне біріктіріп аламыз. Ал енді мұқият болыңыздар. 9-шы, 10-шы 2 қатарды ешқандай да галочканы 2 еселемей, әрбір галочкадан 1 галочка шығару арқылы дөңгелек формамыздың пішінін қалыптастырамыз. Әрбір галочкадан тек қана 1 галочкадан шығару арқылы 9-шы, 10-шы қатарымызды аяқтаймыз. Тағы да ескертемін, мұқият болыңыздар, қыздар. Әрбір 2 галочкадан кейінгі галочканы 2 еселемейміз. 2 еселеп қойып жүрмеңіздер, тек қана 1 галочка. Қатардың соңына дейін солай жалғасады. Және де 9-шы, 10-шы қатарды дәл осылай 1 галочкамен тоқып аяқтаймыз. 9-шы қатарымыздың соңғы 1 галочкасын шығарып алып, қатарды бекітеміз. Және де 10-шы қатарды да дәл осылай тоқып аяқтаймыз. Оныншы қатарымызды бастап, соңына дейін 1 галочкамен тоқып аяқтаймыз. Оныншы қатарымыздың соңғы 1 галочкасын шығарып алып, қатарды бекітіп аяқтаймыз. Мінекей, бізде сөмкеміздің алғашқы жарты бөлігі қалыптасты. Енді оң бетіне айналдырып, форманы нақтылап шығарамыз. Соңғы 9-шы, 10-шы қатардағы бөлікті қолымызбен осылай шығарып аламыз. Және де айналдыра отырып, барлығын қалпына келтіреміз. Мінекей. Бізде бұл сөмкенің алғашқы жарты бөлігі. Дәл осылай етіп, екінші бөлігін қалыптастырыңыздар. Енді біз сіздермен 11-ші қатарды қалай тігуді үйренеміз. Бұл бізде бекітілген тігіс түріне жатады. Яғни, 2 бөлікті бір-бірімен сөмке ретінде байланыстырғанда әдемі көріну үшін бұл қатарды тоқу маңызды. Ең алдымен ілгекті үстіңгі қатардағы жіптің қақ ортасынан кіргіземіз. Артқы бөліктен қарағанда анық шығатындай етіп, ілгектен шығармай, сол күйі ұстап тұрып, екінші бөлікке кіргіземіз. Және де негізгі жіпті іліп ала отырып, бастапқы жіптен шығаратын боламыз. Және де дәл осылай санап отырып 5 рет тоқитын боламыз. Мұқият тоқыңыздар, 5 рет.
Мінекей 1, 2, 3, 4, 5. Енді арнайы фурнитурамызды алып, негізгі жіпке кіргіземіз. Осы бөлікке кіргізіп отыру арқылы жалғастырып тоқитын боламыз. Бұл бізде сөмкенің ұзын бауын ілуі үшін қажет. Дәл осы жерден санап отырып 20 рет тоқимыз. Бұл бізге екінші фурнитураны ілу аралығын білдіреді. Ал енді тоқылған бөліктеріңізді нақтылап санап шығыңыздар. Міндетті түрде 20 болуы қажет. Себебі біз бұл аралыққа сөмкенің замогын бекітетін боламыз. Мендегі замок 20 см. Сондықтан өздеріңізге қолайлы етіңіздер. Сіздердің замоктарыңыз қанша сантиметр болса, сонша рет тоқисыздар. Менің замогым 20, сондықтан мен 20 рет тоқыдым. Дәл осылай өлшеп аласыздар. Замокты өлшеп болған соң, екінші фурнитурамызды негізгі жіптің жалғасқан жеріне кіргізе отырып, дәл бағанағыдай етіп тоқимыз. Тоқуды жалғастыра отырып, аяғына дейін алып келеміз. Қалай бекіту керектігін айтатын боламын. Мінекей, ең соңғы бөліктеріне де келіп жеттік. Ол үшін жіпті ұзынырақ етіп шығарып аламыз да, өзімізге қажетті бөлікте қиып аламыз. Өте қатты ұзын қылудың қажеті жоқ. Шамамен 10 см. Енді екі аралықты байланыстыру үшін бізге арнайы осындай трикотаж жібіне арналған ине қажет. Бұл ине болмаған жағдайда ілгектің көмегімен байланыстырсаңыздар да болады. Жіпті осы инеден өткіземіз. Және де негізгі басталған қатардағы жіптің ортасынан кіргізетін боламыз. Артқы бөлігінен шығарамыз. Кішкене күшті талап етеді. Қаттырақ тартып шығарып аламыз. Және де осылай екі қатар біріккенін байқадық. Енді осы инедегі артық жіпті сөгіліп кетпес үшін тоқылған бөліктің араларынан өткізіп, мықтап байлап тастаймыз. Ортаңғы бөліктен шығып тұрған жіпті де дәл осылай инеден өткізу арқылы тоқылған бөліктердің арасынан өткізіп, бекітіп, мықтап, байлап, қиып тастаймыз. Осымен біздің сөмкеміздің алғашқы жартысы әдемі болып қалыптасты. Ал енді сөмкеміздің екінші бөлігін тоқып аламыз. Бір-бірімен беттестіріп, теңестіріп, нақты келетіндігін сәйкестендіріп алыңыздар. Кейде екі түрлі болып шығуы мүмкін, біреу үлкен, біреу кіші болып. Мұқият болыңыздар. Ал енді 11-ші қатардағы бағанағы айтқаным секілді бекітуші тігісті 5 рет тоқып алғаннан кейін екінші бөліктегі фурнитураға енгіземіз.
Ал енді бағанағы замоктың сантиметріне сәйкес 20 рет тоқимыз. 20 рет тоқып болғаннан кейін екінші фурнитураға негізгі жіпті кіргізіп ала отырып, соңына дейін қайтадан тоқимыз. Осымен біздің сөмкеміз аяқталуға сәл қалды. Бұл бізде екі қатарды бір-біріне фурнитура арқылы бекіттік. Енді замок және де жіп арқылы бір-біріне тоқып бекітетін боламыз. Ал енді қатарды бір-бірімен жіп арқылы бекітіп тоқимыз. Ол үшін негізгі жіпті алып, фурнитураның астыңғы бөлігінен өткізе отырып, астыңғы қатардағы жіптің арасынан ілгекті өткіземіз, және де бергі беттегі екінші жақтағы қатардың астынан екінші қайтара ілгекті өткіземіз. Мұқият қарап отырып жасаңыздар. Бастапқыда қиын болуы мүмкін, қайта-қайта қайталай беріп шығарып алуларыңызға болады. Осы кіргізілген ілгекке негізгі жіпті іліп ала отырып, жоғарыға шығарамыз. Дәл осылай үстіңгі және астыңғы бөліктерден ілгекті іліп, одан шығарылған бөлікті ілгектен шығармастан негізгі жіптен өткізу арқылы бекітпе тігіс секілді тоқимыз. Қатарларды осылай толық тоқып біткен соң, артылып қалған жіпті тоқылған бөліктің арасынан өткізіп, мықтап байлап тастаймыз. Осылайша сөмкенің екі бөлігін біз бір-біріне жалғадық. Енді
ұзын баулы фурнитураны қалай осы сөмкеге байланыстырамыз, соны мұқият қарап алыңыздар. Ұзын темір бауды осылай керек жерлерін тігіп, сөмкеге байланыстырдық. Енді замогын тігетін боламыз. Ол үшін замокты қай бөліктен бастап тігесіздер, барлығын өлшеп алғандарыңыз жөн. Видеода көрсетілгендей етіп, ине жіппен осылай мықтап тарта отырып тігіп шығасыздар. Ал енді сәнді кисточканы қалай жасау керектігін бастаймыз. Ол үшін арнайы фурнитура қажет бізге. Және де ұзындығы 30 см болатын 20 дана жіп кесіп аламыз. Ал енді ұзындығы 35 см болатын жіпті кесіп алып, осы кесілген жіптен арнайы фурнитураны өткіземіз. Және де 30 см 20 дана жіпті алып келіп, соның қақ ортасынан байлаймыз.
Ұзындығы 40 см болатын жіпті кесіп аламыз да, кисточкамыздың бастапқы бөлігінен видеода көрсетілгендей етіп айналдыра отырып байлаймыз, және де ілгектің көмегімен екінші бөлігінен шығарамыз, артық бөліктерін қиып тастаймыз. Осымен біздің дөңгелек формалы сөмкеміз дайын. Барлықтарыңызға үлкен рахмет, менімен бірге болыңыздар.